армысыздар ағайын, баршаңызға Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Халқымыз тал бесіктен жер бесікке дейін білім алудың артықшылығын жиі айтады. Осы арада өмір бойы білім ала беру мүмкін бе, және оның маңызы қанша, қажеті қанша деген сауал туындайды. Ал біз бұндай сауалдарға қасиетті ата дінімізден жауап іздейміз. Өздеріңізге белгілі қасиетті Құранның ең алғашқы нәзіл болған аяты «Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы» деп басталады. Ал пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын, білімнің артықшылығы жайында айтқан хадистері өте көп. Тіпті оларды бірінен бірін ажыратып қарау мүмкін емес. Сондай бір хадисінде дүниеде қызығушылық екі нәрседе: бірі Алла тағала кімге қасиетті Құран ілімін нәсіп етіп, ол онымен күндіз-түні амал етсе, ал екіншісі Алла тағала кімге дәулет беріп, ол оны хақ жолына, яғни ислам жолына жұмсаса деген. Олай болса, Алланың нығметін түйсініп, оны өзгелерге ұқтыруға ұмтылған ақ жаулықты аналарымыз бүгін студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Медеу аудандық Көктөбе мешітінің жанындағы діни сауат ашу орталығының директоры Жұмагүл Халиолла қажығызы және осы орталықтың ұстазы Разия Темірбаева. Қош келдіңіздер студиямызға. Халыққа діни сауатын ашуға ұмтылып отырған және оларға Құран әліппесін үйретіп отырған орталықтарыңызға тоқталсақ, не себепті осындай орталық ашып халықтың білімін арттыруға бел байладыңыздар? Аллаға шүкір, барлық мақтау бір Аллаға болсын. Барлық салауаттар пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Біз мұсылман болып туылғанымыз үшін Алланың әмір еткен адамзатқа парыз болған ілімін әр пенде оқып үйренуге міндетті. Өйткені ақыретте Алла тағаланың алдында барған кезде біз әр өзіміздің істеген құлшылығымыз бен келтірген иманымыз арқылы, өзіміздің амалымыз арқылы жауап береміз. Сол үшін мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде сендердің ең жақсыларың Құранды оқып, оны өзгеге үйрету деген амалды амал ете отырып, осы оқар орталық 2010 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының рұқсатымен ашылды. Алла тағалаға бағынып, мойын ұсынып, сендер басшыларыңа бағыныңдар деді. Біздегі жоспарлар сол діни басқарманың берген оқу бөлімінің жоспарларымен оқытылады. Ілім біздің ғибадатымыздан да артық дейді. Ілім, егер жастарымыз ілімді болса, ол өзімен тұрмай, өзіне де пайда, ол жан-жағына да пайда деді. Ал ғибадат ол адамның жеке басының құлшылығы деп жатыр. Қиналып келгендер, жетім жесірлер, көбінесе төлем ақылары ештемеге де жетпейтін кісілеріміздің бәрі бізде тегін оқытылады. Енді осы біздің бағымызға қарай бізде бір 3 ұстаз жұмыс істейді. Ер балдар сабақ береді. Діни басқарманың сараптамасынан өткен білікті ұстаздар береді. Ең керектісі бізде Құранды үйрену, тәжвидпен, грамматикасымен үйрену, сосын фиқ, ақида ілімдері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір баяны туралы. Ұстаздардан сіздің жасыңызға қарамастан осы дін ілімін меңгеру қиын болған жоқ па? Осы Нұр Мүбаракты бітіргеніңізге де 3 жылдың көлемінде болды, иә? 50-ге таяған шақта осы оқу ордасына түсіпсіз. Өзі қалай, мүмкін бе? Мүмкін, ол біздің тағдырымызға жазылған. Субханаллах тағала сіздің тағдырыңызға не жазылса, содан біз өтуіміз міндетті. Сол Субханаллах тағаланың маған ең осы дүниедегі берген бақыты. Ұстаздық, мамандық бергеніне мен Субханаллах тағаланың алдында басым дейіп, Аллаға мыңда бір шүкір тәуба қылам. Өзіңіз айтып отырсыз, бұл тағдырға жазылған деп. Мысалға, мен алдында тағдырымда не жазылған білмеймін ғой, сол сияқты сіз де білмейсіз ғой. Сіз енді міне тағдырымда жазылды, Нұр Мүбаракқа бардым деген жоқсыз ғой. Қандай да бір сізде бір талпыныс болды ғой, мысалға. Не себеп болды сізге осы 50 жасқа келген кезде Нұр Мүбаракқа барып білім алуыңызға? Былай қарасаңыз, исламтану ол жерде жаңадан ашылды. Сіз оқуға түскен кезде қалай болды деген сияқты? Руханият университетін Мұрат Мыңбаев ашты. Сол жерге барып біз жаңағы талпыныспенен сол жерге барып оқыдық. Кейін ол мекеме жаңағы жабылып қалғаннан кейін біздің бәріміз сол Нұр Мүбаракқа ауыстық бәріміз. Осы студия арқылы мен өзімнің осы дүниедегі маған ұстаз болған ұстаздарыма сәлем айтқым келеді. Жақсы. Мыңда бір шүкір, сол ұстаздардың арқасында жаңағы Алланың білімін алып, Алланы танып, Алла тағалам айтқан ғой, менің білімімнің дәмін татқан адам осы дүниенің дейді, тәттісі бар ғой, одан да тәтті дейді. Сол Субханаллах тағаланың жаңағы тәтті білімін алып, Субханаллахты танып, сол ұстаздарымыздың арқасында дүниеден қайтқанша сол білімнің соңында жүре берсем деген ниетім бар. Алла қабыл етсін, ниетіңізге жеткізсін. Былай енді сіздердің өмір баяндарыңызға қарап отырсам, сіздер екеуіңіз де жоғары білімді қаржы саласында, экономика саласында алып, және сол салада жұмыс істегенсіздер.
Енді сондай қазір қарасаңыз екінің бірі қаржыгер болғысы келеді ғой. Сіздер сол саланы тастап ата дініміздің жолына түсуіңізден бастасаңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қазақта айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны көресің дейді. Тегімізде бар екен, ақыры сол шықты. Мен өзім 82 жылына қазіргі Тұрар Рысқұлов дейді, нархозды бітіріп, финансист дейді, ревизорлық дейді, аудит дейді жатады. Сол мамандық бойынша 20 жылдай жұмыс істеп, енді дүнияви жұмыста жүрдік қой. Бірақ мен сондай жүрген кезде мен рухани аш болдым. Тұрмыста болдық, бала бар, атам, әке, шешелеріміз ол кезде бар. Менде бірдеме жетіспейді. Мен бір сондай рухани бір шаршауға ұшырадым. Тамақ бар, бәрі бар, бірақ сонда да менде бірдеме жетіспейді. Сол енді Аллаға шүкір, кәні мынау 14-15 жылдың көлемі болды. Қалай мен осы салаға келдім. Әдепкіде мен осы қажылар қауымдастығы дейді, о жерде главный бухгалтер болып жұмыс істедім. Яғни бас есепші болдыңыз. Онда да болмайды. Дін саласында жүрмін. Енді бізді кішкентай кезімізден ата-анамыз осы әліптен бастап оқытты. Білесіздер, кешегі қуғын сүргін дейді, қожа молдаларды қандай қылып айдап. Тіпті біз кішкене есімізді білеміз. Ата-аналарымыз біреу қайтыс болса жаназасын үйді қараңғылап білдіртпей шығаратын. Бәрін көрдік қой, Аллаға шүкір. Мінекей, сол ата-аналарымыздың бізге тілеген дұға тілектері ме екен, біздерді осындай жолда, иманы жолда тәрбиелеп, осындай болса екен деген бір дұға тілектің қабыл болу шығар деймін. Қазір Құдайға шүкір, мынау халқымызда не жоқ, бәрі бар. Діліміз келді, егемендік елімізді алып жатырмыз. Сондай бәрі бар заманда біздегі жетіспейтін имани осы байлық, имани рухани байлығымыз жетіспейді. Содан барып осы орталықты ашып, қазір міне орталығымызды істеп жатқанда 4 жылдай болды. Кеше өзіңіз көрдіңіздер, емтихан тапсырып, қандай қуанып, куәлік алып. Алла тағаланың бұне сынақ өмір ғой, сынақтан өтіп жатыр. Біз шәкірттерге айтып жатырмыз, шәкірттер қорқатын несі бар. Бұл дүниелік сынақ іштен етпейді. Алла тағала біздерді ақыреттік сынақтан сақтасын. Жасы 80-нен асып кеткен апаларымыз келіп жатыр. Олар да бәрі қандай мұғалім, 40 жыл мұғалім болған, әртүрлі салада істеп жатыр. Солардың мақсаты ертең мен артыма мына дүниеден кетеді бәріміз, пендеміз, бір күн бар, ертең жоқ адам. Артына сәл де болса ұрпақтарына осы имани тұрғыда біздің жүрген жолын тастау, имандылық үйрету, жаңағы исламның шарттарын үйрету. Қазір Құдайға шүкір 4 түлігім сай деп те айтпаймыз, бірақ енді Аллаға шүкір баяғы мендегі жетіспеушілік орнына келді. Алла тағала мына Юнус сүресінің 57 аятында айтады: ей адамдар, сендерді тыныштандыратын, сендерді бүкіл жамандықтан сақтайтын, сендердің дендеріңе саулық, дерттеріңе шипа беретін, жайсыздықтан сақтайтын бір кітап жібердім, ол Құран деді. Сендер соны оқыңдар деді. Қандай да жүректеріңде бір шаршау, бір бейжайлық болса, сендер Құран оқыңдар деді. Ол Құран адамзатты неге сілтейді? Мына дүниеде де ақыретте сабырлыққа, жақсылыққа, бақытқа, жаңа ұстаз айтып отыр ғой, тәттінің де тәттісін сыйлайтын Құран. Сол үшін міне қазір 300-ден аса шәкірттеріміз бар. Ол айтып отыр, жасқа қарамайды. Сол үшін мен ата-аналарға айтар едім, егер балдарды біз имандылық жолға тәрбиелейтін болсақ, жүрегінде кішкентай ғана иманы бар баладан еш уақытта жаманшылық шықпайды. Егер дейді, сіз Құран оқылған үймен Құран оқылмаған үйді салыстырыңызшы дейді. Құранда тіпті біздің қазір этика, эстетика, отбасының жеке, ерлі-зайыптың арасындағы оның қалай араласуы, бала мен ананың, қыз бен ананың арасындағы бәрі осы Құранда айтылады. Бұрынғы ата-бабаларымыз неге мысалы әйел алып тастап ажыралып кету жайсыздық отбасында болмаған? Өйткені олар имандылықпен тәрбиеледі, ислам шарттарын біле отырды. Құран оқылмаған үйді қараңыз, бақытсыздыққа ұшырап жатамыз. Мысалы кеңестік дәуірдің бізді қиындыққа тіреп қойғаны сонша, Құран оқылған үйде бір қорқынышты жағдай елестететін қылып сондай деңгейге жеткізіп қойды ғой. Сондықтан Құранның дауысынан қорқатын да жағдайға жеттік мысалға. 70 жыл деп кеңестік үкімет кінәлаймыз ғой, бірақ о да біздің өмірімізден өткен бір сынақ. Біздің ата-бабаларымыз кешегі мынау ұлы Абайды алыңыз, Шәкәрім, ұлы өткен өмірден өткен ұлы кісілеріміздің бәрін алыңызшы. Бірінші олар нені үйренді? Бірінші олар Алланың кәләмін үйренді, иләһи сөзді үйренді. Одан кейін медреселерде оқыды. Одан кейін барып олар дүнияви ілімдерге кетті. Абай атамыз өз 9 жасқа дейін иләһи ілімді үйреніп,
ол Алланы жырлаумен өтті. Енді қараңыз, бір ақ кітабымен жер әлем, бүкіл дүние Алланың караматы, Абай атамызды өзі не істеп қойды? Бүкіл әлемге паш етіп қойды. Бір ата-ана маған звондайды, мен баламды осындай сауат ашу курсына беріп ем, менің балам бір аптада өзгеріске ұшырады дейді. Сіздерде оқи ма? Фамилиясын қарасақ жоқ. Сөйтсе, енді тіркеуде болмаған, тіл мұсылманнан не пайда, діл мұсылман болмаса дейді. Сол үшін ата-аналар балдарын осындай діни медреселерге беретін болса, оның түбін зерттеу керек. Ол қандай түрмен ашылған оқу орталық? Ол неге барып тіркеледі? Ода бір жүйе бар ма? Кез келген жерге ата-аналар айтырып. Қазақстан мұсылмандар басқармасының қарамағындағы сондайда. Сол үшін оқуды берсе де ілімді кімнен алу керек? Қандай ұстаздардан алу керек? Оның бәрін ата-ана қарау керек балдарға. Аллаға шүкір, қазір мынау мешіттерімізде мінекей тегін тамағы бар, 70 деп 100 деп балдар қабылдап жатыр. Орталықтар ашылып жатыр, келіп оқысын. Разия ұстаз, шәкірттерге осы білім бергенде қиналып қалмайсыз ба? Мысалға сізге жас та келеді, кәрі де келеді, олардың жас деңгейі әртүрлі болғаннан кейін қабілеті де әртүрлі болады ғой. Ең бірінші ұстазымыз біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 23 жыл бойы өмірінің соңына дейін жаңағы Құранды үйретіп, исламды үйретіп, ең соңында өзі дүниеден кеткенде біздерге білгендер, жаңағы естігендер, естімегендерге айтыңыздар деп аманат қылып кетті. Сол пайғамбарымыздың аманатын, Алланың бізге берген заңын біз үйретуге шамамыздың жеткенінше, Субханаллах тағала қандай бізге күш қуат берсе, сол күш қуатымыздың арқасында үйретуге тырысып, ешқандай қиналмай шәкірттерімізді үйретіп жатырмыз деп. Жасқа немесе қарай ма? Жасқа қарамайды. Жоқ, қарамағанда мысалға үлкен кісілер біз өзіміз қарамаймыз. Ол кісілердің жағдайына, жаңағы оқу жағдайларына қарап, қалып жаңағы сабақ берсек те, сабақ уақытысында берсек те әйтеуір беруге тырысамыз. Кетпейміз, сіздердің жаңағы медреселеріңізде қаламыз, ары қарата жалғастырамыз деп жатыр. Және де кеше естідіңіз, университетке барамыз, Нұр-Мүбаракке барамыз деп түсеміз деп талпынып қандай оқушыларымыз бар. Сол Алла айтады ғой, мен өзімнің іліміме өзім кімді қаласам, соны әкелем дейді. Көрдіңіз бе? Ал кімді қаламасам, мен осы дүниенің дүниелігімен, осы дүниенің жаңағы байлығыменен көзін шіткелеп қоям дейді. Сол біздің жаңағы медресемізге келіп жатқан Субханаллах тағала өзі тікелей біздерге әкеп, біздің жаңағы медресемізге кіргізіп, өзінің ілімін осы дүниеде де, о дүниеге барғанда да жаңағы жақсылыққа жеткізсін деген пенделер келіп білім алып жатыр. Осы орталық туралы айтып жатырмыз ғой. Көрермендеріміз де көріп білсін. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Медеу аудандық Көктөбе мешітінің жанындағы діни сауат ашу орталығы жайында түсірген қысқаша бейнесюжетке кезек берейік. Әңгімемізге тұздық болсын. Алматыдағы Мегатау сауда орталығының 5-ші қабатында орналасқан діни сауат ашу орталығының ашылғанына да 4 жылға жуықтап барады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тіркеуіндегі бұл орталықта осы уақыт аралығында 300-ге жуық шәкірт арабша әліпті танып, Құран тәжвидінің шылбырынан ұстаған. Орталық жыл 12 ай үздіксіз жұмыс істесе де, жыл сайын маусым айында 1 жылды тәмамдаған шәкірттер емтихан тапсырып білімдерін таразылайды. Тавхид білімі дегеніміз не? Тавхид біліміміздің тілдік мағынасы вахада, бірлеу деген, шариғат мағынасы жалғыз. Бұл тавхид ілімі үшке бөлінеді: иллахият, небуат, саниғият. Шек жоқ қуанышта, өйткені жақсы тапсырдық. Тіпті 5-тен жоғары деді ғой деймін, осы ұстаздар айтты. Соған мен мәз болып тұрмын, өйткені шүкір Аллаға сансыз мадақ. Осы неге оқу орнына келтіргеніне, сөйтіп Алланың кәлемін оқуға нәсіп еткеніне, және де нәсіп етіп қана қоймай, соны біз дұрыстап ала алғанымызға Аллаға шексіз мадақ, шексіз шүкірлік айтамын. Біз намаз оқимыз, намазда қаншама дұғалар оқимыз, аят сүрелерін оқимыз. Оларды дұрыс оқу біз үшін парыз. Егер әрбір әрпінде дұрыс қателіктер кетіп қалса, ол мағынасын өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін әрбір мұсылман адам Құран оқығанда өте сондай ешқандай қатесіз тәжвидпен оқу бұл бізге парыз. Сол үшін осында келіп 1 жыл болды, білім алып жатқаныма өте ризамын. Енді білім деңгейі жоғары дегендегі мәселе ол бір көп біліп кеткенде емес, өзінің деңгейіне қарай. Алғашқы мұсылмандық Алланы тану, алғашқы әліпбелерді үйрену,
осыларды өзінің кез келген қарапайым адамға лайықты білім деңгейінде беріліп жатыр. Шәкірттердің ең жасы мектеп оқушысы болса, ең үлкені 80 жасты артқа тастаған ақжаулықты әжелер. Тіпті білім алсам деп алыстан ат арытып жүргендері баршылық. Бірі Астанадан келсе, енді бірі мәселен Мәрзия апай Есік қаласынан қатынайды. Мәрзия апаның Алланың кәләмін үйреніп жүргеніне 10 жылдан асып кетсе де, егер қабылдаса, Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениет университетіне де түсуге ынтасы жоғары. Бірінші бастаудың өзі ол жүрекке байланысты. Адамға сенімге байланысты. Соның бірінші бастап тамаша тапсырған мінекей Әленова Мәрзия апаларыңызға құрметпенен мына куәлігін тапсыруға рұқсат етіңіз. Ары қарай жалғастырыңыз. Қазақ болғандықтан араб әріптерін өз дәрежесінде махаражмен шығару, тәжвидпен дұрыс Құран оқи білуді мақсат еттім, осында келіп оқыдым. Аллаға шүкірмін. Енді менің өзімнің айтарым, біздің Қазақстан дін басқармасының осындай оқу орнын ашып, бізге жағдай жасағанына альхамдулилля, сол жасалып тұрған жағдайды бізге Алла тағаланың білгізгеніне шүкір, естідік, келдік, білім алдық. Міне бүгін емтихан тапсырып, тиесілі құжат алғалы отырмыз. Алланың осы берген нығметтеріне альхамдулилля разымын Аллаға. Жақында ғана осы биылғы оқу жылында Рухани Амангелді ұстаздың басшылығыменен Руханият институтын бітіріп, одан диплом алдық. Білім алу шексіз. Білім деген ол түбі тоңғиық, ешқандай түбі жоқ. Қалай болса дағы ары қарай жалғастыруға тырысамын. Өйткені Алланың кәлемін оқу шексіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Имам Тирмизи мен Ибн Мәжахтан жеткен хадисінде шайтанға бір фақих, яғни шариғатты жетік білуші ғалым 1000 қарапайым мұсылманнан қорқыныштырақ екенін ескерткен. Яғни халқымыздың тал бесіктен жер бесікке дейін білім ал деген даналығының түбінде мұсылманның мерейі жатыр. Ибрай атамыздың сөзімен жеткізсек, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар. Яғни оқу білім, шариғи ілім мұсылманның теңдессіз қаруы болып қала бермек. Осыны түйсінген ақ жаулықты аналарымыз қолдарына куәлік алған соң күндіз түні ұстаздық етуге дайын екендіктерін жеткізді. Бұл куәліктің соншалығы қуаттылығы біздер мысалы осы еліміздің кез келген ауылында, қалаларында сабақ бере беруге болады екен. Өйткені біздің балаларымыз, айналамызда қоршаған өзіміздің туыстарымыз, апаларымыз, міне осыларға намазды қалай оқу, дәретті дұрыс алу, Құранды тәжвидпен дұрыстап оқу сияқты мәселелерді, Аллахты тану, осындай нәрселерді үйретіп, біліп, кез келген мұсылманның бірінші алға қойған парызы, міндеті екен. Міне бұл енді көп адам үлкен жоғарғы діни білім алуға шамалар келе бермейді. Ал мына курстың ерекшелігі бұл өте қысқа, әрі өте нақты. Ондағы ұстаздарға мен өте ризамын, дән ризамын. Жұмагүл ұстазға, Рәзия ұстазға, Айгүліміз бар, айналайын. Ернатымыз бар. Енді әрқайсы бір төбе. Білімдері шексіз, шындығына тамаша. Бізге деген жүректер олардың соншалықты ашық, жарқын, сый құрметі, апаларға деген сый құрметінің өзі біз ұялғанымыздан оқимыз бір жағынан. Құдайдан қорыққанымыздан мақсатымызға жету үшін оқимыз, және ұстаздарды да сыйлаймыз қатты. Өйткені екі жақтан бірдей сый құрмет болып жатыр. Сондықтан осындай керемет, тамаша, жақсы ұстаздарға келіп, тағы да мен айтамын, мен сияқты апалар, әжелер келіп оқыңыздар. Шамасының келгенше сондай бір ықыласпен бұл дайындалып келіп, бәрі 5 бағаны алып жатыр. Біз бір көңіліне қарап қойып жатқан жоқпыз. Шындығында да дінде баға әділ болу керек. Сол әділ бағаны қоюға тырыстық, бірақ сондай бір жүрегімізге, тіпті көзімізге жас толып та отырды. Үлкен термесі неге? Өйткені қазіргі уақытта осы армандап келген егемендігімізге пайдаланылмай жүрген жастарымыз бар біздің. Тепсе темір үзетін. Сондай бір 20-да, 30-да, 40-та тілім келмейді, немесе уақытым жоқ, немесе жасым өтіп кетті деген сияқты. Ал енді бұл апалармен салыстыратын болсақ, оның барлығы бір уақытынша сылтаудан басқа ештеңе емес. Мен сол үшін бүкіл халқымызды, бүкіл адамзат баласын Аллах тағаланың алдында тура жолға шақырамын. Және осындай білімге шақырамыз. Неге? Өйткені білімсіз болса баламыз болашақсыз болармыз. Құр сөзбен қолдақ қуып, ғасырдан күнәһар болып өтіп барамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, егер кімде-кім Алматы қаласындағы
Көк базардың жанындағы Мегатау сауда орталығының 5-ші қабатында орналасқан осы діни сауат ашу курсында білім аламын десе, онда экранда көрсетілген телефон арқылы хабарласып, жайды сұрап білулеріңізге болады. Ал біз әңгімемізді жалғастырсақ, Алла тағала дейді, сенің себебіңнен бір адамды туралыққа бастағаны сен үшін қызыл түйелердің иесі болудан артық дейді. Ал қызыл түйелер араб елінде кезінде және қазірдің өзінде де үлкен бір дәулеттің, байлықтың белгісі ғой. Яғни соншама байлықтан біреудің жақсылығына себепші болудың артықшылығы жайында айтылып жатыр. Сіздердің орталыққа келіп, көп нәрсені түйсініп жатқан адамдар көп пе? Әрине, неше түрлі тағдырлармен келетіндер бар. Оларда бәрі бар, үйде бар, машинада бар. Бірақ бір оларда жаңада айттық қой, бір жетіспеушілік, рухани бір жетіспеушіліктен келеді. Отбасындағы сондай берекетсіздік, жайсыздықтар келіп, неше түрлі жағдайлар келіп жатыр. Алла тағала айтады, мен кешірілмейтін күнә жоқ дейді, білмей істесе. Егер ол пенде дейді, өзінің күнәсін біліп, күнәсін мойындап, Алла тағаладан екі кірпіктің арасынан өкінішпен жас шығарса деді, мен ол пендемнің күнәсін кешірем деп жатыр. Әртүрлі кісілерге жатады, мінезі қатал, анау-мынау сұрақ берсең, басқаша не керегі бар бізге бұның? Құран деген не? Ақырет бар ма? Ақыретке шынымен біз оның бәріне біз сабырлықпен, төзіммен қарауымыз керек. Аллаға шүкір. Бір-екі кеп ұстаздарымызбен бірге сұхбаттасып, жаңа айтады ғой, ұстаз бен шәкірттің арасында махаббат болмаса, тартылыс болмаса, шәкірт ұстазға ол ілім алуға мүмкін емес. Сол үшін Аллаға шүкір, осы Разия сияқты ұстаздарымыз бізде көбейе берсе дейміз. Жәннаттық жолды салып берген адамзатқа, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға шәкірттерге айтамыз, салауат айтуды, көп салауат айтуды. Алла тағаланың өзі айтты ғой Ахзаб сүресінде, кімде-кім салауат айтып жүрсе, мен сол пендеме мен жақынмын деді Алла тағала. Сол үшін шәкірттерге келгенде 40 парыздан бастап, сен мұсылмансың ба? Альхамдулилля, мұсылманмын. Қашандан бері мұсылмансыз? Әлімсақтан бері мұсылманмын. Сіздің мұсылмандығыңызға менің күмәнім бар. Сіздің күмәніңіз болса, менің гуахым бар. Гуахың недір дегенде, ла илаха иллаллах, Мұхаммед Расулла. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ва ашхаду анна Мұхаммед абдуху Расулла. Осындай жолмен бастап, Аллаға шүкір, ұстаздарымыз міндетті болған, парыз болған Алла тағаланың әмірімен, халал мен харамды ажырату. Қазір қарап отырсыздар, небір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Соның бәрі неден? Имансыздықтан, діни сауаттың аздығынан. Көрдіңіз бе? Сол үшін мен теледидар алдында отырған апаларымыз бар, әжелеріміз бар. Енді біз жастық өмір кетті. Қазір жастарымыз өмірі ұзақ, ешқандай бір жаманшылыққа ұшырамайтындай, бір дүниеден өтпейтіндей ұзақ өмір сүретін болып көрінеді. Бірақ ертең 40-тан 50-ден асқаннан кейін адамға Алла тағала ол осы өз Алланың қақ жолымен жүрсе, осы Құранмен жүрсе, осы пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам салып берген хақ жолымен жүрсе, ол адаспайды еш уақытта. Ол Құран оқыған адамды Құранның өзі тәрбиелейді. Сол үшін тілі шыққан немерелерімізден бастап Алла деп үйретсек, көрдіңіз бе? Жас қыздар тәрбиеленіп жатыр дедік. Ертең бір отанға барса, Аллаға шүкір, ол жерде жайсыздықтар, қоғамда келеңсіз жағдайлар жоқ болады деп есептейміз. Жақсы. Білім жайында сұралғанда дейді, егер оны жасырып қалған адамға қияметте оттан ауыздық салынады. Өте ауыр айтылса да шындықта айтылған хадис қой. Сіздің жағдай қалай қазір? Мысалы, білгеніңізді тек қана орталықта ғана үйретуге тырысасыз ба, әлде көшеде кетіп баратсаңыз немесе таныстарыңыз болса, оның барлығына жеткізуге ұмтыласыз ба? Өзімнің туыстарымның ортасына барған уақытта барлықтарың сіздерді Алла Субханаллах тағала жаратты. Субханаллах тағаланың алдына барасыздар. Бұл дүниеде мәңгі тұрған ешкім жоқ. Біреуге 30 жас, біреуге 40 жас, біреуге 50 жас, біреуге 70 жас. 100-ге келіп жатқандар қазіргі уақытта аз. 3 сұраққа жауап беру керек әрбір адам, әрбір пенде. Бірінші, мен жоқ едім, пайда болдым, осы дүниеге келдім. Осы дүниеге келген себебім не деп жауап беру керек? Сұрақ қою керек өзіне. Одан кейін осы дүниеге келгенде мен не істеуім керек деп, мен қайда барамын деп өзіне сұрақ беру керек. Осы сана сезімді беріп жаратты ғой Субханаллах тағала адам баласына. Сол сана сезімді жұмыс істету керек. Сол санасымен жұмыс істеп, осы 3 сұраққа жаңағы жауап іздеп жауап тапқан адам, ол бұл дүниеде де
және де ақыретте де Субханаллах тағаланың ең сүйікті құлдарының қатарында қосылады. Білім деген Субханаллах тағаланың ілімін, Құранды оқу, шариғатты білу, одан кейін фиқты білу, ақиданы білу, Құранның өзін тәжвидпен оқып білу. Өмір деген сүріп жатырмыз. Бір күн баршылық, бір күн жоқшылық. Байлық деген де бар, денсаулық деген де бар. Бірақ Алланың ілімін білмеген, Құранды білмеген, Алланы танымаған адамдар біздің қоғамымызда жеткілікті. Сол әрбір бауырымыз Құран оқыса, Субханаллах тағаланы таныса, Алланың ілімін таныса, сол Алланың заңымен жүрсе, Алланың ең сүйікті құлдарының қатарына қосылар деп тілер едім мен бауырларыма. Болашақта жоспарларыңыз қалай сіздердің осы орталықты дамыту мәселесі? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның жолымен пайғамбарымыз айтты ғой, мен ей үмбеттерім деді, мен сендерге екі жол тастап баратырмын деді. Оның бірі Құран, жәрі менің сүннетім деді. Біз бұдан басқа қандай жол? Біз осы дамыту, имандылық жастарымызды тәрбиелеу. Діни басқармада қазір бізді Аллаға шүкір қолдап, осы жерді үлкейтсекпен деп жатыр. Өйткені бізде қазір сапалы білімді бас имамдарымыз жұмыс істеп жатыр бізбен. Енді біз елбасы істейді, дін басы істейді деп біз қарап отырмауымыз керек. Енді Алла тағала береді екен, осы Құранды оқысам болды екен деп өзен жағасында отырып балық ауға түседі екен деп отыра бермеуіміз керек. Бір кішкентай мұсылманның баласы болса да бір әріп үйренсе екен. Бір әріп үйренгенге 10 сауап дейді. Біз Құран қатымды аяғына дейін бітіріп қатым жасағанда қанша сауап, қанша періштелер ол кісілермен отырады. Қазір мына дүниені ақшаға байлап қойды ғой, бәрі қаражат деп жатады. Осыны сұрағым келіп отырды. Осы орталық бәрібір де жалақысын қалай төлейсіздер, ұстаздардың еңбек ақысы? Енді қараңыз, біз мынау Ниса сүресінің 136 аятта айтады. Алла тағалаға мойынсыну, пәріштелеріне сену, кітаптарына сену, пайғамбарларына сену, ақырет күніне болу сену дейді. Біз Алла тағала адамзатты жаратты. Ұшқан құс, жер асты жүгірген аң, мұхит, теңіздердегі балықтардың бәрін Алла тағаладан өз несібесімен жаратты. Біз азанда шығамыз жұмысқа. Бүгін мен таксабайт етем, пәлемің табамын, мен бүгін сауда өтеді, пәлемің табам дейміз. Жоқ, біз таппаймыз, біз әрекет етеміз. Ал ризықты беруші кім? Алла тағала. Мен келгендердің бәрі солай сұрайды, 4 жылдан бері спонсор жоқ, қалай күн көріп жатсыз дейді. Енді қараңыз, егер осы оқуды ашуда бір кішкене пайда табайын деген пенденің пікірінде, ішкі дүниесінде кішкенде дүниелік, пендешілік болды ма, ол жол алға басылмайды. Бұл тек ақтық, ақиқаттық жол. Сауап үшін, ризықты жеткізуші Алла, мен өзім де білмеймін. Ар енді жақындайды. Енді қазір қарасаңыз, айта кетейік, мысалы ағылшын тілін үйреніп жатыр жастарымыз. Қытай тілін үйреніп жатыр. Сағатына пәленбай 15 мың, бір айға 15-20 мың қағылады. Ал енді бізде әрине арзан нәрсе болмайды ғой. Құнды Құран сатылмайды. Жылына 15 мың теңге. Бір жылға 15 мың теңге дегеніңіз түк емес қой. Ол біз тіпті 15 мың теңге деп жатырмыз бір жылға. Біз мына отырысымыз Алла тағаланың мына берген бізге денсаулығы үшін біз адамзат күніне біз садақа беруіміз керек. Әр көзіміз үшін, демалғанымыз үшін, тамақ ішіп сау жүргеніміз үшін бір күнде садақа жасауымыз керек. Сол үшін бар ғой халық елімізде сондай жүрегі жомарт жандар бар ғой. Енді ұстаздарға келетін болсақ, кісілер Алланың разылығы үшін ілімін берді, бір ай алса бір ай алмайды. Алатыны бір сонда 15 мың теңге. Онда да арендадан қалғанды бөліп отырамыз. Қабақ шыту жоқ. Осы жетпеген жерге қосыңыз дейді. Алла жеткізеді деп қарап отырмаймыз бізде. Іс жүзінде, тіл жүзінде әрекетіміз кешегідей мінекей. Құран үйреттік, ол нәтижесін алып жатыр. Алла тағала егер берген несібесіне шүкір еткен пендесінің берекесін арттырады дейді. Ал егер шүкір етпей наразы болса дейді, онда оны берекесін қашырады дейді. Алла судан сақтасын. Көрдіңіз бар ғой, сіз үйге күніне 100-100 мың табыңыз, берекетін бермейін десе ол түкте болмайды. Ал енді қанағат қылып берекетін сұраңызшы Алла. 1000 теңгеңізді өзі сізге былайынан жетеді. Қай уақытта біз тілегіміз, дұға тілегіміз қабыл болады. Біз Аллаға күмәнсіз, шексіз Алланың бірлігіне иман келтіргенде ғана біздің тілегіміз қабыл болады. Мен намаз оқимын, әкем намаз оқиды, шешем намаз оқиды, Алла маған бере қал дегенмен ол. Тіліміз сайрағанмен не пайда, біздің жүрегіміз сайрамаса. Сол үшін мен айтар едім, жүрек жомарт болу керек.
ішкі рухани дүние жомарт болу керек. Көрдіңіз бе, адам кең болу керек, тырысқақ болмауымыз керек, ашушақ болмауымыз керек. Мінез бар бәрімізде, ол мінезді алып таста деп айтамаймыз, бірақ мінезді оның бір тиісті, керекті жерінде қолдануымыз керек. Біз діннің өзі айтып отыр ғой, исламды. Дініміз ислам, кітабымыз Құран, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Біз пайғамбарымыздың өмір баянын жастарға үйретпей, соның салып берген жолын жастарға уағыздамай, салауат айтпай, біз бақытқа жетеміз деп ойламаймыз. Біз Алланы тани алмаймыз. Бізде мысалға мынадай түсінік бар да, ислам болса барлығы тегін болу керек, дін жолында барлығы тегін болу керек деп. Ал бірақ мысалға ислам дінінің дамуына, өркендеуіне қандай үлес қосып жатыр? Неге ол сауалға келгенде үндемей қалады? Мешіттегі ақша қайда кетіп жатыр деген сауалды көтеруге ол жағынан ұста. Енді келеді ондай кісілер. Сіздер неге Құранды сатасыздар? Сіздер неге мешіттің астында тегін оқылады? Неге біз тегін оқымаймыз? Әрине, ол отырған өзінің үйі мешіт. Ол ешкімді аренда не төлемейді. Қазір біз енді аренда төлейміз ғой. Сол үшін біз ондай болып кісілген кісілерді сіз тегін оқығыңыз келе ма? Тегін оқығым келеді. Оқыңыз тегін, ұстазға жібереміз. Тегін оқи беріңіз. Ол 1 ай, 2 ай, 3 ай, 6 ай тегін оқыр. Оған Құран оқығаннан кейін Алла тағала оның жүрегіне бір жылылық салады. Ол өзінің бізге қойған сұрағынан ұялады. Тәте, мен дұрыс істемеппін. Мен кішкене болса да садақамды төлеуім керек екен ғой. Ол түбінде ол келеді. Сол үшін айтып отырмын ғой, бізге кешірімділік керек, кішкене ғана сабырлық керек, Айша. Мына жолда бізге сабырлық болмаса, біз келген адаммен ерегісіп, келген адам сенікі дұрыс емес деп айтамаймыз. Келсін ол, ашуланып та келеді. Орамал тартпай, мен былайша да оқимын деп келеді. Оқи берсін ол. Алланың бір кәләміне кірді ма? Ол түбінде оны біз емес, ертең Құранның өзі тәрбиелеп шығарады. Құран жүректерді жібітуші ғой. Әңгімемізді қорытындылай келе, өзіңіз мына көрермендерге, халыққа түйіндеріңізді айтсаңыз. Әр қазақ еліндегі жақсылық, әр үйдің отбасындағы жақсылық деп есептеу керек. Әр қазақтың басына келген қайғыны әр өзіміз отбасындағы деп есептеуіміз керек. Ұрпағымызды имандылыққа тәрбиелейік. Сол кездегі біздің қоғамымыз мықты, әрі салауатты, әрі ұрпағымыз бәрі аман болады. Біздің медресеге келіңіздер. Біздің медресе болмаса мешіттерде медреселер бар. Нұр-Мүбарак университетіне барыңыздар. Осы Алланың ілімін таныңыздар деп сіздерге мен сәлем жолдаймын. Жақсы, Алла разы болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Аналардың дәрежесін өте жоғары екендігін өзінің хадисінде айтқан ғой. Сіздердің дәрежелеріңіз жоғары болып, өздеріңіз сияқты аналарымыз көбейіп, тілектеріңіз қабыл болсын демекпіз. Әмин, әмин. Алла разы болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өзінің бір хадисінде, кімде-кім білім іздеу жолына түссе, Алла тағала оның жәннатқа бару жолын жеңілдетеді деген. Ендеше рахымды Раббымыз баршамызға қайырлы білім, адал рызық несібе, қабыл болатын амалдар нәсіп етсін деген тілекпен хабарымызды тәмамдаймыз. Әрдайым баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Аман, сау болыңыздар.